Құрметті балалар, мен сіздерге бүгін табиғат сенің өз үйің тақырыбындағы старительник ұсынамын сіздердің назарларыңызға. Адам баласы дүние есігін ашқан сәттен көркіне көз қоймас әсем табиғатқа сүйсіне көз тастайды. Көгілдір аспан, жап-жасыл ағаштар, мөлдір таза тұнық суы, болғанда ағып жатқан бұлақтың сыбдырын, айналада болып жатқан құбылыстардың сыңғырын, құстардың бұлбұлдай әсем үнін, әлемге нұр шашқан жарық күнін естіп көріп ерекше күйге түседі. Бұл табиғаттың адам баласына берген сыйы. Табиғат жаратылыстың ғажап туындысы. Табиғатта болып жатқан құбылыстар, түрлі әуенге толы дыбыстар, қызыл жасылды түзілген ағаштар, жемісі, бәрі адам баласының таңдайын қағып таң қалдыратын сөзсіз. Міне сондықтан да адам баласының табиғатты жырлауға, суреттеуге шеберлігі, табиғатпен сырласатын көрегендігі осының айғағы. Осы сұлулықты суреттеп көркем шығармаларға арқау еткен қаламгер жоқ шығар. Балалар, біздің табиғатты ақындарымыз жырлаған. Біздің жер, суымызды, табиғат деген қандай? Әсем, таулар, жаңағы жаздың өміне гүлдер, жан-жағымызда қоршаған орта біздің табиғатымыз. Соны біз бәріміз қорғауымыз керек, табиғатты ластамауымыз керек, таза ұстауымыз керек. Суды ластауға. Суды ластауға болмайды, табиғатты ластауға болмайды. Ағаш сындыруға болмайды, гүлдер бейберекет сындыруға болмайды. Сонда біздің қоқыс тастауға болмайды, дұрыс айтасың. Табиғатты қорғау бәріміздің неміз екен, балалар борышымыз екен.